Сіздерме 5-ші сынып оқушылары. Информатика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызық бойымен қозғалыс. Бүгінгі сабақта үйренеміз. Сызық бойымен қозғалыс, робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану. Ой қозғау әдісі арқылы алдыңғы білімімізді есімізге түсірейік. Гироскопиялық датчиктің 3 режимін көрсет. Жарайсың, өзіңді тексер. Енді оқушылар тақырыпқа байланысты бейнероликке назар аударайық. Робототехника пайда болғаннан бастап, олардың арасында әртүрлі жарыстар өткізіліп келеді. Осындай жарыстардың бірі сызық бойымен қозғалыс. Сызық бойымен қозғалатын робот құрастыру және оның программасы жазу мына талаптарда тұрады. Бірінші, жарысқа қатысатын робот белгіленген траектория бойынша басынан аяғына дейін жүріп өтуі керек. Жүріп өту уақыты 2 минуттан аспау керек. Жарыс кезінде робот жолдың қара сызығы бойымен қозғалып, аз уақыт ішінде ең көп ұпай жинауы қажет. Робот дербес болуы керек. Роботтың өлшемі 25 сантиметрден аспауы қажет. Роботтың массасы 1 килограмм болуы тиіс. Роботтар сызық бойымен қозғалыс жарысында түс датчигімен жабдықталады. Роботта біз түс датчигін қолданамыз. Түс датчигі ол түсті және жарық-жарықтылығын анықтайтын құрылғы болып табылады. Түс датчигінің 3 режимі бар: шағылысқан жарық-жарықтылығы, сыртқы жарық-жарықтылығы және түс режимі. Түс датчигі 7 түсті айырады, яғни олар қара, көк, жасыл, сары, қызыл, ақ, қоңыр. Енді сызық бойымен қозғалатын роботтың программасын құрып көрейік. Программаны біз Lego Mindstorms Education EVA 3 программалық жасақтамасында құратын боламыз. Жаңа бетті ашу үшін плюс батырмасына басамыз. Басқару блогынан старт блогын қоямыз, яғни старт блогының қызметі кез келген программаны іске қосылады. Одан кейін бізде міндетті түрде сызық бойымен қозғалыста роботтың жүретін болғандықтан цикл болуы қажет, әрекет әрдайым қайталанып тұруы керек. Яғни басқару блогынан циклды және де оның ішіне шартты операторды орналастыратын боламыз. Яғни қара түсті көрсе ол 50 градусқа бұрылады, егер ақ түсті көрсе керісінше 50 градусқа бұрылады деген шартты беруіміз үшін. Яғни бізде шарт болады егер түс датчигіміз. Егер де, яғни біз түс датчигін таңдаймыз. Датчик цвета. Егер де роботымыз қара түсті көретін болса, яғни датчигіміз, онда біздің тәуелсіз мотор блогымыз қоямыз және моторды іске қосамыз. 50-ге бұрылып 50 градуста жүру керек. Ал егер де ақ түспен көретін болса, онда робот моторымыз қарама қарсы 50 градусқа бұрылуы қажет. Яғни біз сызық бойымен қозғалатын роботымыз ешқашан тіке алдыға жүрмейді. Ол оң жаққа, сол жаққа бұрылу арқылы қара сызықты жүріп өтеді. Скоростымыз 50-де қала береді. Программамызды сақтаймыз. Тапсырма. Төменде көрсетілген программа бойынша қандай түстер көреді? Робот қозғалысына сипаттама жасаңыз. Жарайсың, ақ және қара түсті көреді. Сонымен қатар, бұл сызық бойымен қозғалысты сипаттайтын программа болып табылады. Тапсырма. Гироскопиялық және түс датчигінің режимдерін сәйкестендіріп орналастыр. Шағылысқан жарық-жарықтылығы қай датчикке тән? Жарайсың,
түс датчигіне. Сыртқы жарықтылығы жарайсың түс датчигіне. Ал түс режимі ше? Жарайсың түс датчигіне. Өлшеу жарайсың гироскопиялық датчик. Қалпына келтіру жарайсың гироскопиялық датчик. Салыстыру жарайсың гироскопиялық датчикке тән. Тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.